Қайырлы күн достар, баршаңызға. Сіздермен болатын Алима. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге турецкий сарманы жасап көрсететін боламын. Қазақ тілінде айтқанда долма дейді. Мына жерде барлық керек заттарымызды дайындап алдым. Мен жаздың күні жүзімнің жапырағын осылайша орап баклажкаға салып қойғанмын. Жаз мезгілінде осылай салып қойсаңыздар, мұздатқышқа салсаңыз, ертең қыста алдыңыздан шығып дайын болып тұрады. Тек қана бүктеп салсақ болды. Осылайша тұра береді, құрғақ әдемі болып. Осының барлығын ажыратып аламыз да, жылы суымызға салып, бір жуып тазалап аламыз. 2-3 мәрте жусаңыздар болады. Осылайша мұзы ерігенше суға салып қоямыз. Барлығын ақырын ажыратып ашып аламыз. Біреу жарымыз сынып кетуі мүмкін, енді оларды жарамайды тастай саламыз. Міне осылайша етіп барлығын бірте ажыратып аламыз. Бізге керегі мына жерде пиязымызды 4-ке бөлеміз де, барлығын 4-ке бөліп блендерге салып турап аламыз. Ұсақтап. Егерде блендерлеріңіз болмаса, қолменен турасаңыздар болады. Осылайша барлығын бөліктерге бөліп салып майдалап турап аламыз. Барлығының грамын описанияға видеоның астына қалдырып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Ішіндегі салмаларына тартылған етті аламыз да, осылайша бір ыдысымызға салып, жақсылап умаждап, мұжып аламыз. Үстінен жаңағы блендерден өткізген пиязымызды саламыз. Оның үстінен дәмдеуіштерді саламыз. Менде мына жерде қолдан жабылған томатный паста. Бұндай болмаса, кәдімгі томатный паста салсаңыздар болады. Енді кезекте дәмдеуіштерімізде менде тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка және де жалбыз. Барлығын саламыз да дәміне қарай осылайша жақсылап араластырып аламыз. Жарты кесе күрішімізді жуып жібітіп алған едім. Оны да салып жақсылап бір келкі араластырып аламыз. Енді кезекте барлық жапырақтарымызды осылайша алып теріп алдық. Соның үстіне жаңағы салмаларымызды саламыз да бүге бастаймыз. Жарты қасық салмасынан салып, 2 шетін ішке қарай қайтарамыз да, ақырындап бас жағынан ұстап, тартып орай бастаймыз. Не ғұрлым жіңішке қылсаңдар, соғұрлым әдемі болып көрінеді. Түрк халқы негізі сүйіп жейтін тағамдары, ұлттық тағамдарының бірі. Олар келген қонақтарына ұсынылады осылай тағамдарды. Осылайша бірте ақырын барлығын осылайша етіп бүгіп аламыз. Мінекей достар, 2-ші мәрте көрсетіп жатырмын. Осылайша етіп барлығын 2 шетінен қайтарамыз да, бас жағынан тартып ораймыз. Не ғұрлым тартсақ, соғұрлым жіңішке болып шығады. Ешқандай ажырап кетпейді, қорықпай-ақ қойсаңыздар да болады. Бірте осылай барлығын бүгіп шығамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, қоңыраушаны басып. Лайк, комментария қалдырсаңыздар өте керемет болады. Менің сүйікті көрермендеріме алдын ала рахметімді айтамын. Барлығыңа рахмет, Алла разы болсын. Мен сіздерге әлі талай қазақша рецепті осылай видео түсіріп көрсететін боламын. Біздің каналымыздың дамуына үлестеріңізді қосып кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Міне достар, осылайша етіп барлығын бірте бүгіп, барлығын бір шетке жинап қоямыз да, біткенінше бүгеміз барлығын.
Әркім өз семьясына қарай жасаса болады. Мен өзім осының барлығын жасадым, бір тапа шықты. Арасында жасап беріп тұрамын. Барлығын бүгіп болғаннан соң тапамызды аламыз да жаңағы қалған жапырақтарымыздың барлығын 2 қабат етіп осылайша теріп шығамыз. Бұл жапырақты астына тергеніміз себебі күйген кезде астына жабысып қалмау керек. Бұның негізінде сақтық ретінде төсесек те болады астына. Жабысып қалған жағдайда бетіндегісін алып, сармамыз жабысып қалмау үшін осылайша төсеп шығамыз барлығын. Енді кезекте кезек бірте осылайша теріп шығамыз барлығын. Терген кезде мұқият терек жабыстырып, бір-біріне тығыздап терсек өте әдемі болып піседі, аралары ажырамай. Аударып алған кезде әдемі болып шығады. Сол кезде сол үшін осылайша етіп теріп шығамыз. Менде 3 қабат болды, осылай төсеген қабаттарымнан 3 қабат болып шықты. Достар, сіздер үшін 10 минуттық уақыт болса, мен үшін 3-4 сағаттық еңбек, бағалап кетейік. Тағы да рахмет. Барлығын теріп болғаннан соң менде жарты кесе жаңағы томатный пастамның үстіне азғана көз мөлшермен зәйтун майын құямын да жақсылап араластырып, 1 стакан суды құйып, жақсылап араластырамыз. Осылайша етіп бетіне құйып шығамыз. Егерде бұндай қолдан жабылған болмаса, кәдімгі томатный паста қолдансаңыздар болады. Тағы да 1 стаканын құйып, ішіндегісі майлар қалмай, барлығы құйылсын деп кесеге құйып, қайта құйып жатырмын. Осы 2 кесе суымызбен пісіп шығады осы тағамымыз. Дәміне қарай азғана су құйғандықтан дәміне қарай тұз себеміз. Және жаңағы пияздарымнан 1 пияз алып қалған едім, соны осылайша бөліктерге бөліп бетіне қойып шығамыз. Енді кезекте 3 тілім лимонымызды да теріп шығамыз. Дәм беру үшін. Лимон дәм береді, өте керемет дәм береді. Осылайша бетіне 1 тәлеркіні бұқтырып жауып қоямыз да 10-15 минутқа қайнағанынша қоямыз. Қайнаған соң осылайша бұлқылдап қайнайды. Бетін жауып, баяу отқа қойып қоямыз. Міне достар, менің тамағым пісіп қалды уже. Суы тартылып, бұлқылдап пісіп жатыр. Енді кезекте барлығын ажыратамыз енді. Бетіндегі жапқан тәлеркімізді алып, және де лимонымыз бен пиязымыздың барлығын 1 шетке алып қоямыз. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға бір жасап беріп қуантқаныңызға не жетсін. Осылайша етіп барлығын аламыз да жаңағы тапамызды ыдысымызды тапамыздың бетіне жауып, кәдімгідей аударамыз. Аударған кезде осылайша бір тегіс болып шығады тапамыздан. Осы кезде күйіп қалмаңыздар, ыстық болады. Қолыңызды күйдіріп алмай, абайлап осылайша ажыратып аламыз. Енді кезекте жаңағы жапқан жапырақтарымыздың барлығын алып шығамыз бетінен. Алып бір ыдысымызға бөлек салып шығамыз. Барлығын алып болғаннан соң бетін сәндеп лимон қойып жасасақ болады. Келген қонақтарыңызға ұялмай ұсына аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар, менің сүйікті көрермендерім.